Сәлем достар, бүгін майонез және пайдалы көкөніс салатын жасаймыз. Термомикс қақпағына ыдысты қойып, 250 мл күнбағыс майын өлшеп аламыз. Чашаға бір жұмыртқа, бір шай қасық лимон шырынын, шым-шым қара бұрыш, жарты шай қасық тұз саламыз. 1,5 минут 4-ші жылдамдыққа қойып, күнбағыс майын термомикс қақпағына баяу құямыз. Берілген 1,5 минуттың ішінде барлық күнбағыс майын құйып үлгеру қажет. Дайын болған майонезді ыдысқа саламыз. Чашаны жумай, көкөністерді саламыз. Чашаға жобамен 200 грамм орам жапырақ, 1 сәбіз, 2 бас сарымсақ, 1 қызылша салып, 5 секунд 5-ші жылдамдықта турап аламыз. Туралған көкөністерге майонездің жобамен 3-тен 1 бөлігін салып, 5 секунд 4-ші жылдамдықта араластырамыз. Қалған майонезді герметикалық ыдысқа салып, тоңазытқышта сақтаған абзал.